Айжан бар ғой, аяқ асты белсенді болып кетесің бар ғой. Не айтқың келді? Шымылдық жабыла ма деп ойлағанмын ғой, саған пікірім болған негізі. Айдай ханым негізі ше, ата әжеміз бізде негізі барлығында почти үміткер бар екен да. Біртүрлі өзің андай жалғызсырап қалады екенсің. Анда не болды бұлардың қай жері типа артық бізден деген сияқты ше. Қазір жалғызсырап жатқан бар ғой. Ау? Үміткерлі жоқтар бар ғой бізде. Санаулы 5-еу ғана. Бұрын, например, 10-15 адам үміткерсіз отыратын болса, қазір санаулы 5-ақ қыз адам қалыппыз. Мен, ол жалғыз, Таңат, бауырым десең, сосын кім бар? Ерлан, міне. И Дарина. Осы 5-еуміз ғана. Енді сендерге де келсінші. Кеше ғана ғой кеткені. Жарайды. Бірақ қазір қатысушылар таныстықтары, жұптықтары дейінші, тойға алып келе жатқанымен кедергілері мен мәселелер көбейіп жатқан жұбымыз Айшырақ пен Данияр Далайға. Айшырақ, кеш ортаға. Билемейін дейді. Айшырақ, образың, имиджің өзгеріп барады. Иә. Соның мағынасын айта аласың ба? Кеше сұрай алмай қалдым сенен. Көктем ғой, енді құлпырып жүрміз. Даниярдың әсері жоқ па? Бар шығар. Бар шығар. Онда жардымадан кейін құрметті көрермен Даниярды ортаға шығарып, қандай мәселелерін талқылаймыз алдында? Бітпей қалған мәселелері қалған еді. Сол қалай шешіледі? Жардымадан кейін. Құрметті көрермен, эфирдеміз. Айшырақ ортада. Данияр келді ма? Мәселелерің шешілді ме екен? Соны біліп алсақ. Шақырып аламыз ба? Данияр, келе ғой. Деп, диджей мырза, рахмет, менің сүйікті әнім болып кетті ғой қазір. Сіздерде сүйікті ән болсыншы. Менікі де сүйікті ән болады. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Құлпырып кеттісің ғой, Данияр? Құлпырып кеттісің ғой. Иә. Енді құлпырып жүрген дұрыс қой. Жақсы. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы. Алдында сендер эфирге шыққан кезде бір мәселе туындағанды. Соны шешіп алдыңдар ма? Одан кейін кездестіңдер ғой бірнеше рет, Иә. Енді Айшақ өзің айта бер. Ал, өзің бастай ғой, Айшырақ. Енді басын бастап дегенім ғой енді. Иә. Жақсы көңіл күймен келді, Данияр. Иә, енді. Айтады ғой, кашу заварила. Бәрін ерсіне тиіп, эмоциональный качеляның түрін енді қатысушыларға болсын, Даниярға болсын, мен ғой ұйымдастырып жатқан жалпы. Негізі бірақ ойлаймын, оның барлығы орынды деп. Менің қорқынышым да орынды, кішкене аяқ тартқаным да барлығы орынды. Оның барлығы, егерде бұл дүниенің біздің арамызда болған ситуацияның барлығы, біз үйленгеннен кейін болса, мүмкін мен импульсивті шешім қабылдап ажырасып кететін бе едім деген сұрақ қой. Сол себептен бұл ситуация қазір болғанына мен шүкір етем. Қазір шешкеніме, қазір оны саралап ойланып, осознанно шешім қабылдағаныма шүкір етем. Демек, бойыңда сенің бір Айшырақ бір қорқыныш бар ғой, қандай да бір? Бар болғанда, Айдай ханым, мүмкін халыққа болсын, қатысушыларға болсын, мүмкін біздің жүріп жүргеніміз жұптықтағы өміріміз ұзақ болып көрінетін шығар. Бірақ мен үшін 3 ай деген тым қысқа мерзім. Тым қысқа мерзім, біз осы 3 айдың көлемінде уже тойдың қамымен арпалысып кеттік та, барлығы тез болып кетті деген мен сол үшін маған сол тез болып көрінді. 3 айда мен қазіргі сәтпен өмір сүргім келеді, қазіргі моментпен деген қыз жігіт сияқты деген сияқты ғой. Ал мысалға маған менің редакторым уже той көйлектің несін жер отыр да, мә той көйлегін таңда деген сияқты. Мен әлі қараған жоқпын, әлі іздеген жоқпын, әлі ол кісілермен хабарласқан жоқпын. Себебі мен онымен арпалысқым келмейді. Мен қазіргі сәтпен өмір сүргім келеді. Мен Даниярдың қызымын, болды деген сияқты. Мен даже оның қалыңдығы да емеспін әлі. Мен қызымын. Мен тойдың қамын ойлағым келмейді, ол мен басымды қатырғым келмейді деген сияқты ғой. Айшырақ, әр сәттің өзінің қызығы бар. Иә. Түсінесің ба? Өмір болғаннан кейін ақ пен қара бірге жүреді. Түсінесің ба? Дұрыс айтасың. Сен мынағанда бір кепіл жоқ. Қыз жігіт болып жүріп, барлығы бір идеальны болады деген бір кепіл жоқ. Дегенмен де, барлығы идеальны болу керек емес маған. Маған керек десе, тойда керек емес. Бірақ тойды Данияр қалағандықтан айта бер.
Даниярды қалағандықтан мен тойға аса қатты былай кіріскім келмейді да. кіріскің келмейді. Қанша қонақ шақырылады, не беріледі, не берілмейді, маған маңызды емес. Ең бастысы маған ана той көйлегін алып берсе болды, мен соны алып мәз болып жүре берсем болды. Шынымен де. Ал тойдың қамын Даниярдың Қазір Айшырақ бір туыстары. минут. Әсел, дұрыс па барлығы? Қызық емес сияқты ғой мына орта саған. Дұрыс па барлығы? Құлағыңды кішкене асып отырсың мына жаққа қарай, көңіл бөліп. Мен естіп отырмын. Естіп отырсың ба? Иә, конечно. Точно? Иә. Жақсы. Енді менің ата-анам, Даниярдың ата-аналары сол кісілер ғана айналыса берсінші деген сияқты ғой. Ал мен 3 айда енді шын тойдың қамымен мен жүргім келмейді. Мен қыз Жарайды, жігіт болып жүргім келеді. түсінікті сенің ойың, бірақ толығымен емес. Бірақ сенің ойыңша қанша уақыт тағы да созылу керек? Жұп болып жүргендеріңде. Жарты жыл? Тағы жарты жыл керек па? Жоқ. Енді Тағы 3 айдай. жалпы жарты жыл. Сенің ойыңмен. Иә. 2 ай қалды дейді. Ерлан наразы болып Иә, отыр. мен өте наразымын. Айшырақты қазір мүлдем түсініп отқан жоқпын. Бұл әңгімесі маған ұнап отырған жоқ. Менің вообще, мен былай ойлаймын Айдайхан. Мысалға, Даниярмен екеуі ерлі зайыптылар деп уже есептеуге болады. Тойдың қамын алдағы, тойдың негізі болғаннан боладысы қызық деген сөз бар ғой бәрімізде. Шынымен де соған екеуі де атсалысу керек деп ойлаймын. Қыз да, жігіт те атсалысу керек. Қалай қыламыз, жаным? Ана жерде былай қылайық. Давай саған мынандай көйлек таңдайық. Оның бәрі қызық процесс қой, менің ойымша. Сонысымен қызықтысың. Әрине, Айдай ханым, мен мысалға өзім қасымда келіншегіммен көйлек таңдауға да бірге баратын едім. Өзім ойымды айтатын едім, мысалы, ол өзінің ойын айтады деген сияқты. Ол не только көйлекке байланысты. Тойхананы бірге таңдап, қандай күшті, өз бір қиял моменттер ғой күшті, сол есте қалатын сәттер негізі. Мен қазір Айшырақ вообще түсініп отқан жоқпын. Мен қыз болып жүргім келеді деген не әңгіме? Құрсын. Жасың болса енді жасыңды айтпай ақ қой, ренжіме, бірақ енді жас қыз емессің ғой, бір кішкене қатты қиялға батып кететін Айшырақ. Но менің ойымша какая разница? Дұрыс емес, а? 50 жаста болсам да какая разница? Мен Даниярды толыққанды білуім керек, сынауым керек жігітті деген сияқты ғой. Мен адамды толыққанды танымай жатып, мен қалай оған 3 айда тұрмысқа шығып кетемін деген сияқты ғой. Су қазір жардамада жүр. Давлением көтеріліп жатыр мен. Айшырақтың әңгімесіне давлением көтеріліп жатыр, шын айтамын. Аружан айтамын. Айтып жатыр ғой, қыз ұқсап жүргім келеді деген сияқты. Есіңізде болсын, сіз 18 жасар қыз емессіз, жас қыз болып жүретіндей. Және алдында негізі айтқым келген Айдай ханым бұны. То үйіндегі ремонты ұнамайды, то үйіндегі кухонный гарнитур ұнамайды, то ішінде туалет жоқ. Сондай вечно ортаға шыққан сайын Даниярды бір түсіргісі келіп отырады да. Біз барлығымыз да ол нәрсені байқаймыз. Және сізге сұрақ қойыншы жалпы, мысалға Даниярда, ладно, ұнамайтын нәрселер көп екен. Даниярда жалпы не ұнайды сізге Даниярда? Данияр жеке тұлға ретінде өзі маған ұнайды, қамқорлығы ұнайды, жалпы бар болмысымен ұнайды маған Данияр. Өте адамгершілігі мол, қолы ашық, мені жақсы көреді ең бастысы, мен де оны жақсы көремін деген сияқты. Оған не наразылығым бар? Жұптыққа сөз салынбай жатып неге ойланбайсыз сол нәрселерді? Әлі күйеуге шығуға дайын емеспін деген сияқты. Мына жақта Данияр аға расымен де көріп тұрмыз, Данияр ағаның шынайы ниеті бар екенін, үйленгісі келетін. Бірақ Айшырақ білмеймін мен, Айдай ханым Аружан, мәселе сен жас қызсың. Сенде мәселен бір ай танысып көріңдер, 3 ай жұптықсыңдар. Сосын сен оны жақсы көресің, ол сені жақсы көреді. Саған үйленем десе сен тағы да созып көрер ме едің? Мен созбаймын Айдай ханым. Маған сондай адам жолықсыншы, мен біреуді жақсы көріп қалайыншы, дәл солай мені біреу жақсы көрсе, мен ұзаққа созбаймын. Айдай ханым, мен бірдеңе Мына жерде айтқым келіп отыр. Данияр, кешірім сұраймын, 1 минут. Бір айта салайыншы. Жаңағы үй ұнамады, ремонт деген нәрсе әңгіме болған жоқ, Аружан. Оны нәрсені қаяқтан шығардың? Жоқ, болды. Мына жақта барлығы куә. Жаңағы гарнитур әдемі болса екен, то жаңағы үйде туалет болса екен деген сияқты әңгімелер айтылған. Жоқ, бұл моментті мен айта кетейін, Данияр, тұра тұр. Ұнамайды деген жоқ. Жөндесек, жанұя болғанда осылай құрастырсақ деп айтты. Но түптің түбінде ол ұнамайды деген создавать етсек, Аружан, уют деген сөз бар. Айдай ханым. Ұнамайды деп айтқан жоқ мен ешқашан. Просто егер де саған ыңғайлы болса, далада дәрет алған. Онда далада дәрет алып жүре бер, Аружан. Егер де мен шынымен де жақсы көрсем, даладағы дәрет ала беремін. Алып жүре бер. Мен сен емеспін, сен мен емессің. Сен менің орнымда бола алмайсың, мен сенің орнында бола алмаймын. Әрине бола алмайсыз. Иә, әрине. Болды. Айтып кетсем бола ма? Қазір Данияр 1 минут өтініш. Мен қазіргі уақытта үлкен ересек бір параны көріп отырмын. Жалпы дегенде 7 раз отмерь, 1 раз отрежь дейді ғой. Дәл сондай көзқарасымен
қарап отырған сияқты. Үйтіп қазір 18 жасар қыз сияқты эмоциялық түрде тұрмысқа шығып кетсе, арты қалай болады екен уайымдап отырғандары ғой. Мен ойымша қазіргі уақытта иттак қыз бала хейттің астында, иттак поддержка берудің орнына сендер қазір одан сайын Айшырақты хейтқа кетіртіп атсыңдар. Мына жерде үндемей отырған Данияр мен араларына ештеңе айтқым келмейді, бірақ Айшырақты да түсінуге болады. Өйткені ол бірле тұрмыста болды, ол ондай нәрсеге кіріп көрген, ол өзінің көзінің алдынан, өзінің өмірінен өткеннен кейін адам оны барлығын ойланып, алдын ала барлығын ұйымдастыру керек. Сол жақтан қараңыздаршы, өйткені Айшырақ адам ондай тәкаппарлық ештеңе көрсетіп отырған жоқ, ол жай ғана тек қана өзінің мінезі сондай, қалай бар солай қабылдау керек сияқты. Өйткені Данияр да бас тартып жатқан жоқ, Айшырақ та бас тартып жатқан жоқ, бірақ қыз бала ретінде, баласы бар ретінде мен қазіргі уақытта дұрыс көзқараспен қарайтын болсақ, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ертең егер де қазір эмоциямен шығып кетіп, ертең ажырасып жатса, екінші рет ажырасын деп бетке кімге басылады? Айшыраққа басылады. Ер азаматқа ажырасу деген ол не проблема. Ол ажырасқан ер азамат деп ешқашан бөлмейді әйел адамдар. Ақшасы бар болса, қамқорлығы күшті болса, любой қыз, тұрмысқа шықпаған қыз тие салады. Ал Айшыраққа 2 есе қиын болады. Сол жақтан түсініңдерші, өтініш. Оны барлығын біз түсініп тұрмыз. Негізі алдыңғы ортаға шыққанда мен айтқан едім, расымен де ауыр айтпай қояйықшы, поддержкамызды берейікші деп менің аузымнан шыққан еді бұл бірінші сөздер жалпы. Бірақ енді Айдай ханым, расымен де Данияр аға қарап мен жүрегім ауырады. Расымен де жүрегім ауырады. Өйткені ортаға шыққан сайын бір мәселені шығарады. То анау ұнамайды, то мынау ұнамайды деген сияқты әңгімелер болады. Енді екінші рет ажырасуға қорқатын болса, жұптыққа да иә демеу керек еді. Иә, соңғы 3 рет ортаға шыққан кезде бұл жастар кәдімгідей көбінесе Айшырақтың қалайсың болады, ренжісі көп болады. Қорқынышы айтылып жатыр, иә, мәселелер шығып жатыр. Сол себепті де Аружанның орынды деп ойлаймын кейде. Қосылатын жерім бар, негізі. Таңат айта ғой. Иә, енді менде тек қана бірақ сұрақ қойыңызшы болды. Мен уже нервімді алып келмейді бұл жерге екеуіне. Постоянно интрига, постоянно бірдеңе шығып отырады ғой, осының ортасында. Мақұл, Даниярдың тарапынан сізге Айшырақ ханым біраз внимание беріп жатыр, көңіл бөліп жатыр, не істеп жатыр, біраз жағдайын жасап жатыр. Ал сіз не беріп жатсыз оған? Болды, соған жауап бересіз бе? Иә, жетістіріп махаббат беріп жатқан жоқпын. Жоқ, Данияр ол сұрақты Айшырақ ханымға қойылған сұрақ. Ештеңе беріп жатқан жоқпын. Не істейсің? Даниярдың өзі ететін Жоқ, дәл қазір Тағат сен сұрағыңа ол жауап бермейді, өйткені саған ерегесіп жауап беріп отыр қазір. Мынандай нәрсе ғой. Қалай айтсам болады? Мына жерде енді көбісі Мотивация беріп жатырмын, поддержкамды беріп жатырмын, уақытымды бөліп жатырмын. Тағы не керек? Айдай ханым. Данияр, өзің айта аласың ба? Жоқ, жаңағы нәрселерге айтайын дегенім ғой, негізі просто мынандай нәрсе ғой, Айдай ханым. Енді көбісі білмеймін, енді ойлайтын шығар, мынау жынды ма, не істеп жүр деп ше. Мен шын айтамын бар ғой, ондай адамдарды да уже естіп жатырмын, айтып та жатыр. Просто мынандай нәрсе ғой, адам өзінің ішіндегі қырсықтығы болсын, өзінің мінезі болсын, ол бөтен адамға көрсетпейді ғой. Ол өзінің қасындағы адамға көрсетеді. Өз қандай адам екенін да. Жақындарына. Иә. Мысалы, менде бір оңып тұрған бір анандай бір жақсы адам емеспін. Менде қырсықтығым бар, менде минустарым бар. Мен де көрсетсем оған, мен мысалы сыртта көрсетсем, мен мысалы эфирде отырып алып мен сөйлемей отқанмен де, мен сыртта көрсетсем ол нәрселерді айтамын мысалы. Оны бірақ Айшақ келіп мына жерге келіп менің минустарымды айтпайды ғой. Сол сияқты да. Мысалы, мынандай нәрсе мен түсінгенім, что біздер еркектер кішкене ондай нәрсеге көп берілмейміз. Кішкене өзіміз сабыр сақтаймыз, эмоцияға қатты береміз. Бар шығар енді эмоцияға беріліп кетпей, қойшы анау мынау нетіп кететіндер бар шығар. Бірақ мен өзім тарапымнан сөйтіп қабылдаймын да. Айшақтың болмысы сондай. Ол айтқысы келем, айтып тастайды. Ол мен басында келген кезінде солай қабылдадым, білем, мінезінде білем. Мен енді соны қабылдағаннан кейін болды. Маған бір қатты бір анандай екеуміз енді арасында ұрысып қалған кезде сырт көзге бүйтіп көрінетін шығар, что бұлар екеуі қатты қылып қалды. Маған ол қатты батпайды. Сол сияқты болды. Білмеймін енді. Өмірде басқа жағдай, менде кемшіліктерім өте көп. Айшақ соны көтере біліп жатыр деп жатсың. Әрине, Айдай ханым, кемшіліксіз адам жоқ қой. Барлығымыз кемшілік жасап қоямыз. Кейде бізде қателесіп қалатын жағдайлар болады. Сол сияқты нәрсе ғой. Бұл жерде енді мен отырып алып, эфирге келіп алып, мен ішінде бүйтіп отыратын болсам, білмеймін, может сырттан басқаша айтылатын еді. Мына жігіт бір не серьезный, может
бұл деген жаңағы әшейін жүрген адам, бұл немене қыздың сөзін көтере алмай ма деген сияқты да. Сондай нәрселер айтылуы мүмкін да. Бірақ енді бұл жерде мен ондай нәрселерді істегім келмейді. Өйткені мен ондай нәрсені істейтін болсам, Айдай ханым, мен просто өзіме пример қылып алып алғам. Өйткені мен әке шешемде де сондай тәрбие да. Мен әкем, анам қанша сөйлесе де әкем бетіне бет тұрып айтпаған ешқашан. Любой нәрсені. Мен просто мен ондай нәрсені айтқым келмейді. Өйткені мен қазір жұптық кезінде или үйленуге дейін мен сондай нәрсені айтатын болсам, ол ертең үйленгеннен кейін ол үлкен неге айналады. Дауға айналып кетуі мүмкін. Дарина айта ғой. Айда ханым осы жерде Данатпен қосылғым келіп тұр. Шынымен де, Айшырақ білемін, сол минус емес, то, что сен ажырасқансың, бірақ та біздің Данияр бірінші рет отбасы қалай десем қадап жасып жатыр. Бірінші рет мүмкін ол наоборот хочет такие эмоции, платье таңдау, тойға дайындық. Ал саған қалай десем бәрібір, қандай көйлек болса бола берсін. Бірақ та менің ойымша Даниярға маңызды сол эмоция тоже использовать, понять, қандай ол, тойға дайындық қалай, свадьба қалай өтеді, ондай қызық болып тұрған. А сен уже түсіріп тұрған жоқпын, сен уже тұрмыста болдың, саған уже сол сәт қызық емес бір жағынан. Жоқ, Дарина. Дарина, мен өйтіп айтқан жоқпын. Мен айттым, той көйлегін алып берсе, ол бірге барамыз онда, бірге таңдаймыз. Бірақ сол той көйлегін алып берсе, мен мәз болып жүре берсем, әрі қарай уже үлкендер шешпейді ма? Торжество қайда өтеді, қанша қонақ шақырылады деген сияқты. Кешегіде айта салайыншы, пожалуйста. Кешегіде енді екеуміз сөйлескен кезде де просто мен де оқып қалдым да. Мен кешегіде де сторис салғам, мен Данияр деген баланың кім екенін өзімде ұмытып баратырмын деп. Өз-өзімді ұмытып баратқан сияқтымын деп. Өйткені екеуміз сөйлескен кезде мен де түсіндім, что біз екеуміз той деп, ол той болады, ол болмайды емес. Бірақ біз той деп бір-бірімізді қалай айтсам, Айшырақ өзін, мен өзімді жоғалтып баратқан сияқтымыз. Біз кім екенімізді, біз махаббат, жұптық деген нәрсені ұмытып баратқан сияқты. Қазір Айшырақтың ойы саған да түсіп жатқан сияқты, ол ойда әсер етіп жатқан сияқты шынымен де. Жоқ, түскенде емес қой. Адамға себепші ғой негізі. Негізі араларында ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпын. Жоқ, мәселе жоқ. Бірақ қалай шешеді екенбіз? Бұл көптен бері келе жатқан бір сұрақ қой, құрметті көрермен. Жарнамадан кейін жалғастырамыз, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз эфирдеміз. Дәл қазір ортада Данияр мен Айшырақ отыр. Айшырақ, өткен алдында эфирге шыққан кезде айттың өзіңе, Данияр менің адамым ба, мен екінші рет ажырасқан деген статусты алып отырмын ба деген сияқты қорқыныш бар тұғын. Ал енді бұл қорқынышың әлі бар ма? Сол ойыңды жеткізші, өйткені сендер бірнеше кездесіңдер, ол жайлы әңгіме айттыңдар ма? Әрине, ашығынан сөйлестік, ашығынан сөйлесуге тырыстық. Өзіне де түсіндірген болатын. Мен қазір шынымен қыз жігіт болып жүрген себебі сол ғой, мен сені әлі сынамадым, әлі толыққанды танымадым деген сияқты. Яғни толыққанды сенімді болғаннан кейін мен содан кейін барып сенімен өмірімді байланыстыра аламын деген сияқты. Сөйтіп сынау деген жаман ауыр естіледі негізі. Енді мынандай ситуацияда Данияр өзін қалай ұстайды, мынандай кезде Данияр қалай ашуланады деген сияқты ғой, сондай ситуациялар ғой енді. Даниярдың ойы қалай екен? Жоқ, енді просто осы уақытқа дейін де ол сынау деген нәрсе болды ғой, мысалы пранк болды мына жерде. Түр-түрін көріп тастадық дейсің ғой. Түрлі-түрлісін көріп келедік қой. Енді мынандай нәрсе ғой, жаңағыда мен сөзім негізі толықтай бітірген жоқ едім. Жаңағы енді бір-бірімен жұптық деген, қыз жігіт деген нәрсені да. Мен айттым ғой, мен өзім жоғалтып баратқан сияқтымын деген сөзді, Оны не үшін айттым, айтайын ба, Айдай ханым? Мен соңғы кезде негізі өзіме де көңіл бөлуге, өз-өзімді ұмытып баратқан сияқты болып көрінді да маған. Мен сондықтан өйткені мынандай болып отыр да, Айдай ханым, қазір бізде үйде де дайындық тойға деген, мысалы бізде уже үйдегілер жаңағы сырғасы бар, қоржын ба не, ертең артынан сырға салуға баратын, сол барлықтарын дайындап үйде алпалыс болып отыр. Мен кешегіде сол бізде эфир болған күні, біз екеуміз сөйлестік қой, сол болған күні кешкісін емес, ертесін күні таңертең ұйықтап жатқанда 1000 қырық адам, туысқан папа, барлығы жазды. Звондап жатыр, ешқайсысын алмадым, бірақ бір тәтемдікін алдым, алып едім, не болып жатыр, не болып кетті мынау, не той бола ма, болмай ма, сендер не істеп кеттіңдер, не, былай айтқанда, сендерде шынайы ма, или просто әшейін ба, болмаса жіберіңдер бір-біріңді дегендей. Сонымен мен айттым, уақыт беріңіздерші дедім,
мен үйдегілерге уақыт беріңіздер, мен әлі сөйлескен жоқпыз, сөйлесеміз, бір көріп алайық, сөйлесіп алайық бірінші. Сіздер қазір жан жақтан мен жағамнан алып жатсыздар, мен түсінемін дедім. Мен де папам да жазып жатыр, не болып кеттің мына бала. Мен просто айтады, сырттан да айтып жатыр, сен жігітсің бе, не істеп отырсың деген адамдар да дейін айтты да. Мен айттым, просто маған уақыт беріңдер, мен өзім не істеп жүргенімді де білемін. Сол уақыт беріңдерші деген сөздің өзі оларға күмән келтіреді, білесің ба? Жоқ, мынандай ғой, Айдай ханым. Күмән келтіргенде ол жерде бір-біріміз, мен өзім ішіндегі бір сезімге уақыт бер деп айтқан жоқпын. Мен екеуміз сөйлесейік, мен білейін, қалай не болып жатқан, содан кейін мен сіздерге айтам дедім. Сондай нәрсе да. Бірақ енді эфир көріп жоқ ол кісілер, Иә. Айшыраққа ой өзгерген жоқ па? Мен кешегіде енді сөйлестік қой, жоқ, ой өзгерген жоқ. Өйткені мынандай ғой, басында сол күні айтты, не істеп жүрсіңдер, болмаса екіге кетсеңдерші деп ше. Әркім өзінің бақытын тапсын дегендей ғой. Жоқ, дұрыс айтады. Енді сырттан көргеннен кейін сөйтіп айтты. Мен айттым, енді уақыт бер дегеннен кейін, одан кейін олар что біледі, мен ойнап келіп отқан жоқпын. Өйткені бізде ойнайтын болсақ, уже тойдың да барлығы уже келісіліп, мысалы мен Айшақтың мамасын да көрдім, туысқандарын да былай сырттай танимыз ғой. Біздікін де таниды. И мендегі үйге айтқаным, олар біледі мен, что мен Айшақты шын мен жақсы көретін, бір-бірімізге шынайы екен. Просто сол, одан кейін үйге түсіндіріп айттым барлығын, осындай қорқыныш, енді ол мен өзімдікінде айттым, өзім ішімдегі нәрсені, Айшақтікінде айттым, түсіндіріп. Ол кісілер айтты, все хорошо, өздерің егер шешсеңдер, бізде ешқандай не жоқ. Мысалы, папам ойбай, анандай ой болып қалуы мүмкін, кейбіреуінде болды, Айшақтан бір қорқып бас тартып жатыр деген. Жоқ, ондай мүлдем ондай жоқ. Басында қалай қарады Айшаққа, тура солай қазірде. Негіз бар ғой, Айшырақ, Данияр кетер емес. Бірақ мен саған айтайыншы, қыз бен жігіт болып жүрген кезде басқаша қарым-қатынас болады, ал мынандай жағдайда отбасылы болған кезде одан сайын ыстық қарым-қатынас болады. Түсінесің ба? Үлкен айырмашылық. Тәттінің нағыз қарым-қатынасы ол ерлі-зайыптың арасында болған жағдайда. Қыз жігіт болып жүрген кезде ол кішкене кез келген уақытта жоғалтып аламау деген сияқты күдік бола береді. Ал егер ерлі-зайыпты болған кезде ешқандай күдіксіз, мынау менің толықтай адамым деп қабылдасаң, менің ойымша одан сайын бір тәтті болып кететін сияқты қатынастарың. Білмеймін, менің ойымша солай. Түсінесің ба? Бірлік. Айдай ханым, енді өткен эфирлерде болмадым, жұп ортаға болған кезде, бірақ енді анонстарды көріп жатырмыз. Бағаналы бері кәдімгідей қайталана беретін бір сценарий. Бұл кісі енді сценарий дегенде қайтала беретін зат деп айтып сценарий құрып отқан жоқ, жағдайлар қайталанып жатыр. Каждый раз әйтеуір Айшырақ ханым ренжіп қалады, каждый раз әйтеуір Дәкен кешірім сұрау керек, одан кейін Айшырақ бір жылап алады, и өзінің бір эгосын көтеріп, бір Дәкен түсіріп жатқан сияқты ситуация болады да. Бұл жерде мен былай айтқым келеді, енді Айшырақта предсвадебный переполох деген сияқты уайымдайды, анау не болады, мынау не болады, халықтың сөзі бар. Сосын мен былай айтқым келеді, действительно, если сіздер мынау бытовуха басталды, сіздерде қазір негізі тойға дайындық деген сияқты, осыдан сүрінбей өтіп кетсеңіздер ғана отбасы бола аласыздар, бірақ сіздер каждый раз шалынып сүрініп жатқан сияқты болып жатсыздар. Өйткені Дәкеңнің де қазір туысқандарынан халықтың айтып отқан сөздері маған мүлде ұнап отқан жоқ. Дәкең уже кішкене құлақ асып отқан сияқты. Если дальше осылай продолжать етіп болмаса, действительно сіздерден жұп шықпайды, үйленуге дейін бара алмайсыздар деп айтқым келеді. Бұл Дәке қазір мен айтып болайын. Бұл ең сценарийдің ең ауыр түрі да қазір сіздерге. Действительно сіздер бір-біріңізді естіп жатқан жоқсыздар. Каждый тарап өзінің адамдарын ортаға түсу болады. Дәке сізге қайта-қайта айтыла беріп тұр, Айшырақ өзінше болып жатыр, Айшырақ бүйтіп жатыр деген сияқты. Айшырақ тарапқа да сондай сөздер айтылады. Сосын сіздер просто сөзге еріп кетесіздер. Сондай опасный қазір периодта жүріп өте алмай жатсыздар, қол ұстасып, ертең отбасыда бола алмайсыздар. Өйткені бұл айтылған дүние айтыла береді. Сіздер даже мәселені шешіп келмейсіздер, әдемі болып ортаға келесіздер. Айшырақ өзінің уайымын айтады, сіз уайымыңызды айтасыз. Дәкең жақтан в основном молчание, согласие, Айшырақ жақтан қаттандай нападок болады, реніш болады, өкпесі болады. Каждый раз бір отбасылық өмірге дайын емес сияқты болып көрінеді де. Айшырақты да бір жағынан түсінуге болады, енді ауыз күйген үрлеп шет дейді ғой, мүмкін үрлеп бір 7 рет өлшеп бір рет кескісі келіп отқан шығар, әсел айтпақшы. Бірақ
осылай продолжать ететін болса, біздің сөзіміз бар, халықтың сөзі бар, туған туысқандардың сөзі бар, араға іріткі салу бір-біріңізді кәдімгідей жаман көрсетіп тастайды. Өйткені кәдімгідей біз сөзге ермейміз десек те, сөзге құлақ асамыз. Өйткені әкесі жағынан да айтып жатыр екен, екі жаққа кете салыңдар лучше. Басталмай жатып біте салсын деген сияқты, сіздер бір жай әңгіме болып жатқан сияқты айтып отырсыздар да, а на самом деле туысқандардың көңіліне ол кірбің түседі. Қайта сізді эфирден көріп отыр ғой, бізді көріп отыр, біздің әрбір айтқан сөздеріміз, может, действительно осы бірлік айтқан, әсел айтқан, айжан айтқан, таң айтқан сөздер рас шығар деген сияқты. Рас дүние шығар, Айшырақ шынымен де тәкаппар шығар, Айшырақ шынымен де Даниярды басып тастаған шығар деген туысқандарда ой қалыптасады. Кейін, видите, осындай опасный путты сіздер бірге жүріп алып кете алмай жатсыздар. Хотя сіздер осы жердегі отқандарымыздың барлығынан үлкенсіздер. Бір андай үлгі көрсетудің орнына, наоборот, кішкентай проблеманы үлкен көрсетіп жатсыздар да, өздеріңіздің іштегі бытовухаларыңызды сыртқа алып келіп жатсыздар. Уайым ретінде, андай бір шешілмейтін түйін ретінде алып келіп жатсыздар да. Былай ғой, сенің ойың, былай мен түсіндім. Ерлан жаңа айтты ғой, тойдың боларынан боларысы қызық деген сияқты. Сол қызықты бір ауыртпашылық сияқты көріп, содан қашқандай болып тұр ма? Айдай ханым, енді Дәкең өзі айтып отыр, туған туысқандардан екі кете салыңдар, бүйте салыңдар. Өткенде де бағана несінен көріп қалдым, анонстан. Айшырақтың да тарапынан сондай әңгіме болып жатыр да. Бірлік, сен сөзді, менің сөзімді қазір до конца соңына дейін тыңдадың ба, білмеймін ше, қай жерінен іліп алғаныңды. Мен айтып отырмын, ол кешегіде бізде ситуация болды ғой мына жерде. Сол кезде маған таңертеңгісін мен өзіне де айттым Айшаққа, маған туысқандардың барлығы жазып кетті деп мен түсіндіріп айттым. Осындай болып жатыр деп. Мен сол кезде Айшақтың өзіне де түсіндірдім ол нәрселерді. Просто мынандай нәрсе ғой, өз жерде егер мен құлақ асатын болсам біреуге, мен баяғыда мүмкін білмеймін отырмас едім. Мысалы да, мен өзім бақытты болғанын қалаймын. Мен өзім бақытты болған. Мысалы мен осы адаммен таңдадым ба, мен соңына дейін осы адаммен болған маған жеткілікті. Маған басқа біреудің ойы. Мысалы менің кешегіде де біз кешегі соңғы үйде туысқандар келіп, мен Айшаққа да айттым, үйде жиналыс болып жатыр, что уже ертең ана жаққа барамыз деген нәрселер қозғалып жатыр үйде уже. Қатысушылар мен түсінген бойынша Даниярдан сұрақ емес, көбінесе Айшыраққа сұрақ қою керек сияқты. Өйткені туысқандары бар, өзі бар. Өйткені Данияр сен Айшырақтың ойы қызықтырады, дұрыс қой, ол орынды. Мен айтып салайыншы Айдай ханым, соңына өтініш. Сол жерде просто мынандай нәрсе болды да, үйдегілер. Сен өзің тұратын, сен өзің таңдадың. Өзің шешесің. Болды. Бізге сен бақытты болғандарың жақсы болды. Біз басқа ештеңке айтпаймыз деді. Болды ол жерде. Анандай бүйтіп тұрып, мен олардың ойларына бүйтіп ілесіп кету деген нәрседе емес, білмеймін мен қалай түсініп отқандарын. Айшырақты неге сұрамайсыңдар? Сұрақты Даниярдың өзі орында. Ерлан айта қойшы. Бағана бірлік айтып кетті ғой. Аселяның сөзі, Айжанның сөзі, может, сол кісілердің жоқ, негізі өткендегі мен айтайын Айдахан, менің сөзім сол кезде орынды болды деп ойлаймын. Соған Даниярдың отбасы, жақындары құлақ асты ма деп ойлаймын. Өйткені алдыңғы эфирде Айшырақ тағы да бәріміз таң қалдырды, мен лично. Жаңағыдай маған кішкене не деді, просрочка деді ма, отсрочка деді ма, сондай керек деді, үзіліс керек деді. Енді әңгіменің ашығы жалпақ тілмен айтқанда, маған үзіліс дегенде тойды шегерді. Үзіліс емес. Уақытты шегерді. Әрине Айдайхан, үлкен кісілерге ол ұнамайды. Үлкен кісілер ерігіп жүрген жоқ. Бәрі қазір күн көру қиын, ешкім жетісіп жүрген жоқ. Бәрі тойға дайындалғанның өзі, оның бәрі ақша, оның бәрі кредит алады ертең, оны дайындалады. Оның ұялатын ештеңесі жоқ. Әр қазақ сөйтіп дайындалады тойға. Менің де басынан өткен ондай нәрсе. Сол себептен үлкен кісілерге естественно ұнамайды ол. Мен ойлаймын, үлкен ол кісілерге шынымен қатты мен ұялып кеттімше, бәрі күшті болып келе жатты, таныстырды, жаңағыдай өшеде болды, күшті әңгімелер болды. Тұрады да Айшырақ ортаға шығады да, маған ұнамай жатыр, маған бір кішкене үзіліс керек деген сияқты қылып ше. Деп айтқан жоқ. Енді жалпылама айтып жатырмын. Одан кейін Айдайхан бағана Аружан да айтып кетті ғой, маған жаңа үй туралы, үй ұнаған жоқ сияқты деген сияқты. Үйді ұнаған жоқ деп айтқан жоқпын. Мен сөзімді бұрмаламаңыздар. Жоқ, анан жасау керек, мынан жасау керек деген әңгіме болды. Ол саған ұнамағаннан сондай әңгіме шықты Айшырақ. Біз солай түсіндік. Ерлан мырза, мен ол үйге келін болып түсемін. Әрине мен ол үйдің не деді, ұйытқысын мен қолымнан жасаймын. Мен соны ғана айттым. Жақсы. Мен қазір договор кішкене қалдым енді. Сосын мына жерге ледке шығарды ғой Айдайхан. Данияр Айшырақты үйіне апарып таныстырған кезде ледқа күшті видео шығарды. Үйіне қалай апарып таныстырғанын көрсетті. Сол кезде менің көргенімді айтайын. Жалпы бәрі көрді деп ойлаймын. Ол видеоны бәріміз көрдік қой. Сол кезде үйге кірген кезде Айшырақтың бір білмеймін енді бізге солай, маған лично солай көрінді.
бүйтіп үйдің ішіне бір жаман қарағандай болды да, бүйтіп көзбен бүйтіп Ужас. айналып Ерекеге- көзбен. Мен көргенімді айтып жатырмын енді. Сырт көзге солай көрінеді Айшырақ. мына нәрсе Ой, ереке ужас, мен ужас. келіспеймін ереке Сіз көргіңіз келген Тату дүниені шашы. көрдіңіз ондай болса. Сіз сөйтіп сынап кіресіз ондай болса біреудің табалдырығын аттағанда. Ішіңіздегіні маған қазір Ереке, ертең ереке. жала жаппай қойыңыз. Маған солай көрінгенін айтып жатырмын Айшырақ. Саған Ереке. деші, иә, сөйтіп сөйлеші. тұра тұршы Айшырақ мен сөйлейін. Ереке именно сол нәрсеңе мен келіспеймін. Мен қазір енді ереке сені өйтіп айтып отырғаның маған да ауыр тиіп жатыр сенің сөзің. Сен мені төмен түсіріп отқандай болып көрініп отырсың маған. Мен шын айтайын, жоқ, сенің ойың примерно айтып отқаныңды да былай біліп отырмын, что Айшаққа ұнамады дегендей. Егер Айшаққа ұнамайтын болса, мен ұнамайтын нәрсені сразу айтамын. Саған ұнамады ма? Саған ұнамады ма? Мен сұраймын Мен оны. бірден айтатынмын. Мен как будто бір мына жерде бір Айшаққа бір вообще сөйлей алмайтын адам сияқты болып көрінемін ғой. Иә, бәріңе сөйтіп хорошо, көрінетін шығар. дұрыс, иә. Тұра тұршы, мен сөйлеп алайын ереке, шынымен. Просто мына сөзің шынымен ренжімеші, бір адам. Маған ұнамай қалды бұл сөзің. Жақсы, енді Лучше қара. бұл сөзді айтпай қойған дұрыс ау деп Жоқ, жарайды, ойлаймын. мақұл. Әркімнің өзінің тұрмыс жағдайы болады, әркімнің несі болады. Ешкімге сені мынандай примерно болсын айтудың да қажеті жоқ деп Жарайды, ойлаймын. мақұл. Былай ғой Айдархан, енді мен Даниярға саған айтайын. Осы жерде мысалға Аружан болсын, басқа біреу болсын, мен болайын, Айшыраққа бір наразылығымызды айтсақ, сен үнемі қарсы шығасың бізге. Өйткені сенікі қате дұрыс. Жоқ, қорғасын. Ол қорғайтын өзінің орнында болады. Біз Даниярға жаман болсын деп айтып жатқан жоқпыз оны. Міне, сен жаман болсын деп айтып жатырмын ба не? Мен наоборот бір пайдам тиісін осыған, бір кеңесім тиісін деп айтып жатырмын. Ереке, дәл қазір сенің айтқан сөзің, ол Айшырақтан бұрын сен маған тиіп кетіп жатыр сөзің. Кір келтіріп жатсың сен. Кір келтіріп жатсың, сен түсіріп отырсың бұл жерде. Жарайды, мен Данияр саған ондай бір кір келтіремін деген вообще ойымда да жоқ. Просто мен саған жаным ашыған айтып Жоқ, жатырмын түсінемін, жаның да. ашиды. Сен бірақ үнемі сөйтіп бізге қарсы шығасың да. Ол мысалы таң атта шырылдайтын сол. Оған да жаңағыдай қатты айтып кететін кездерің болады. Бірақ бәріміз саған жанымыз ашығанын айтып жатырмыз. Білмеймін енді, ары қарай өзің білесің. Жандарын ашмай қойсыншы, өйтіп жандарын ашмай қойсын. Қорғаймын деген сияқты. Қорғайтын жөні болады және болмайды. Сіз әрдайым бір Айжан не болды? Әрдайым бір андай Айшырақ өзі бір кінәлі болса да, кінәлі болмаса да, әйтеуір Данияр аға всегда қорғайды. Бәлкім, иә, ол дұрыс шығар, бірақ Айшырақ сол нәрсеге уже сеніп алған сияқты және ұнайды, ұнамайды, оны ну ладно, окей, бірақ біз өз көзімізбен жаңа көрген нәрсемізді айтамыз және айтуға ол жерде құқылымыз. Іштарлар сөйтіп сөйлей берсін деймін. Іштарланып біз не істеп жатырмыз бұл жерде? Енді Аружан іштар адам ылғи негатив көреді. Өзінің ғана андай жақсы дейді да, барлығын андай әр қайсына мін іздеп отырады, кір іздеп отырады. Анан көз қарасы бүйтіп қарапты, анан көз қарасы менсінбей қарапты деген сияқты сөйтіп мін іздеп отырады адамдардан. Өте қате пікір Айдай ханым. Олай емес. Біз осы уақытқа дейін, енді басында иә болған шығар жаңа ауыр пікірлер, бірақ соңғы уақытта Айшырақ есіңізде болса, мен всегда сіздерді қолдап отыратынмын. Мен міндет қылып тұрған жоқпын, онда қате пікір айтып жатыр деп айтпаңыз онда. Аружан, даусыңды көтерме маған, даусыңды басып сөйле. Баспаймын, егер де сен маған жақсы Аружанға пікір... сөз бердім, Айшырақ айтып алсын, сосын барып сен жауап бере ғой. Хорошо? Жоқ, айта берсін, сөзді бөліп үйреніп қалған ғой, айта ғой Айшырақ. Иә, рахмет Аружан, рахмет Айдай ханым. Егер пікір, жақсы пікір айтсан, мен саған жақсы пікір айтқанмын деп маған міндет қылма, міндет тақпа. Айтсан өзің үшін айттың. Мен сендердің қайсы біреулеріне ашы пікір айтсам да, жақсы пікір айтсам да, мен саған бүйтіп айтқанмын, анада мен сені бүйтіп айтқаным деп мен өзімне міндет қылмаймын оны. Жақсылық жасасам да мен оны міндет қылмаймын. Алладан қайтады маған. Енді сен жауап бере Ешкім ғой. міндетсініп тұрған жоқ. Мен жай ғана айтып тұрмын, жаңа ғана айтып тұр. Сендердің іштерің тар, сендер бізге тек қана жаман пікір айтасыңдар деп сіздің аузыңыздан шығып тұр. Жаман пікір айтасыңдар деп айтқан жоқпын мен. Жаман пікір айтасыңдар деп айтқан жоқпын мен. Қате пікір айтасың деп тұрсыз. Сонда сіздер ортаға шыққанда сіздердің скучный әңгімелеріңізге тек қана жақсы пікір айтуымыз керек па біз сонда? Сен үшін скучно болса, Аружан, микрофонды алмай-ақ отыра бер, скучно. Вот ұйықтап отыра бер. Сізден сұрамаймын, мен алам ба, алмаймын ба? Үйретпеңіз маған. Бірлік. Айдай ханым, осыны күткенмін мен негізі, осындай конфликттарды, өйткені осындай конфликттарды, пікірлерді өздеріңіз тілеп алып отырсыздар. Если честно, сіздер бағаналы бері айтып отырсыздар. Дәкең де сторисқа салыпты,
өз-өзімізді жоғалтып алдық, Айшырақ өз-өзін жоғалтып алды деп, эмоциональный выгорание, қазір сіздер слабый позициясыздар, тағы да айтқым келеді. И тағы да қазір туысқандарыңыз көріп отыр, 100% сенімдімін мен. Ерекеңнің сөзін, Аружанның сөзіне де олар құлақ асады. Сіздер осы деңгейге өздерің жеткізіп отырсыздар да, қазір бізбен как будто бір ұрысып отқан позицияда отырсыздар. На самом деле сіздерде де шешілмеген өздеріңіздің проблемаларыңыз бар ғой. Кішігірім, кішкентай затты енді үлкен қылып да, мына жаққа хотя бы сыртта келісіп кеп, я осылай деп айтайық, Айшырақ сенікі болсын, сен қызсың, наздан аласың, сен правсың, мүмкін сен қорқыныштарың бар шығар іштегі деп сізде алып келуіңіз керек еді. Сіз жақтан қазір туысқан жақтан мүмкін давка болып жатқан шығар. Айшыраққа қарай, давай, тез, той несі, көйлегі бар, анау бар, мынау бар. Айшырақ только, наверное, андай зажила дейді ғой ханым. Енді бір свободаның дәмін татып, енді бір отношенияға баспен кіргісі келеді, бірақ действительно ішінде қорқынышы бар. Бірақ осы ситуацияның барлығын алып кеп сіздер талқыға салғаннан кейін қайтадан ертең туысқандар осы эфирден шыққаннан кейін тағы да сіздерге хабарласуы мүмкін, потому что Айшырақ ханымның сөздері бар, осылай сөйлеп отыр, оказывается біздің үйіміз туралы менсінбеген екен ғой деген сияқты ой қалыптасып қалады осы эфирден кейін. Мен соны именно сол сөзді қазір түзеп кетіп отырмын ғой қазір, именно сол сөзді. Мысалы мынандай нәрсе да, Айдай ханым, жаңағы енді айтылған нәрсе, маған мысалы Ерекең де айтып кетті да, ол нәрсе мен Ерекең өзіңе айттым, Ерекең маған ұнамады дедім. Өйткені ол нәрсе маған қауыр тиді. Как будто сен мен үйімді бір басқаша. Үйімді жақтырмады деген сөз артықтау кеткен сияқты бұл жерде. Өйткені давайте енді отырып қой. Бұл жерде басқа. Сөзді айландырып, или басқа жақтан бетіп былайынан әкеп ұрудың қажеті жоқ та бір сөзді. Ол маған шынымен қазір ашуланып отқаным мен сол сөзге ғана. Айшырақ, сен қазір қате пікірлерге наразы болып отырсың ба? Сол үшін көз жасында алып отырсың ба? Айдай ханым, мен сөзімді, менің іс-қимылымды айтып, теріс жағынан түсініп жатқанда, мен вообще ойлардың саяздығына вообще таңғалып отырмын, шын айтсам. Қай жермен мен чем я выказала свое недовольство деп отырмын да, мен маған ұнады, үй болсын, қандай үй болмасын, маған ұнады деймін да. Енді Даниярдың туысқандары да ұнады, қалай қарсы алғандары ұнады, оны кеп мына жерге айтудың қажеті не деймін да, Даниярды етіп түсіріп. Санай берсін сендерге Алла тағала. Сізге дәл қазір Айдай ханым айтасам бола ма? Удобная позиция болып тұр, жертваның рөлін ғана алып, осылай жылап отырып, жаңа Данияр туысқандары арам ойлап қалмасын деп қана жылап отырған сияқты өтірік, көз жасыңызды төге бермеңізші, шаршап кеттік көз жасыңызды. Аружан, бақыт тілеймін саған, шын жүректен бақыт тілеймін, сен бақыттан айнал басың, жарай ма? Негізі көп қатысушыларды түсінбей отырмын, сендер наоборот конфликтке шақырып жатқан сендер сияқтысыңдар, ортаға іріткі салып отқан, особенно Ерлан деген сияқты мұндай өте жаңа менсінбейтіндей бір пікір айттың деп тұр, ондай айтқан жоқ. Айшырақты мен толықтай түсініп отырмын, ажырасқан әйел ретінде деген сияқты Айдай ханым, Даниярдың сөзіне мен толық қанағаттанып отырмын деп тұрмын да, болашақ күйеу ретінде қандай керемет сөздерді айтып жатыр, түсініп отыр. Айшырақты толықтай міне үйленуге баратын жігіт Данияр сияқты болсын деп айтқым келеді. Бұлардың арасында ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпын. Бұл жерде тек проблема дейма, тек қандай уақыт қана болып тұр. Айшыраққа уақыт беру, и Данияр оған да келісіп отыр. Туысқандар не деп жатыр? Басқасына мүлдем назар аударып отқан жоқпыз. Главное, туысқандар айтыпты, өзің тұратын әйелің, өзің білесің, не шешсең де біз сені қолдаймыз деген сияқты. Сол ғана. Неге Айшырақтың сөзін бұрмалап, кейбір қатысушылар бүйтіп айтты, Айшырақ тек жақсы жағынан ғана айтты деп түсінемін. Айдай ханым, біз қазір қыздың жанын қыз түсінбесе, білмеймін енді, мүмкін жас қыздар түсінбейтін шығар Айдай ханым, бірақ ажырасқан әйелдер шынымен екінші рет күйгісі келмейді, үшінші рет күйгісі келмейді деген сияқты. Сол себепті сол қадамға кішкене нақтырақ уақыт берсін деп тұр. Біреуге 3 ай көп болуы мүмкін тұрмыс құруға, дайын болуы мүмкін, біреуге аз болуы мүмкін. Айдай ханым, ортада бір бала бар. Ең бастысы Данияр соған келісіп тұр ғой. Болды, сол ғана. Әсел. Тағы естілмей тұр, микрофонды аласың ғой. Айшырақ, еңсеңді көтер, басынды көтер, ты никому ничего не обязана. Мына жерде мен осылай ойладым, мен былай ойладым деп нетпей қой, уақыт көрсетер қандай адам екеніңді. Осы жерде қанша уақыт отырсын, көбі танып қалған шығар сен. Ешқандай арамдылығың жоқ, ешқандай тәкаппарлығың да жоқ. Өзінің кішкентай балапанына қалай қарайсың, Даниярды қалай. Мына жерде ешқашан оның минусын айтпағансың. Басынды көтер. Просто мына жерде мынандай ситуация ғой, әртүрлі пікірге келген кезде сенің легкостың пропадает.
сенде қазіргі уақытта жеңілдік жоқ та, андай момент счастливо болып көрсетеді ғой әйел адам өзі тұрмысқа шығып жатқан кезде эмоциясы жоғалып жатыр. Өйткені әртүрлі пікірлер тиіп жатқан именно Айшыраққа. И так қорқынышың көп, комментариялар былай жетеді. Сондықтан мен саған айтқым келеді, ешкімді тыңдама, өзіңді ғана тыңда, басыңды көтер, вообще не плачь. Она вообще того не стоит, честно. Индира. Мен негізі бұл жерде жас қыздар айтқым келеді. Аружан, білем, түсінемін, сендер жассыңдар, я, қандарың қызулы, бәрін білем. Жастықпен бірақ кейде артық сөз айтып қоясыңдар. Біреудің, білем, мүмкін сен үшін ол артық сөз емес шығар, бірақ ол сырт көзге, бізге, например, артық болып көрінеді, Аружан. Қазір мен ойлаймын, даже Айшырақ сенің сөздеріне ауыр тиіп отыр негізі. Рас айтам. Сен өзіңе білінбейді, Аружан. Просто андай кейде байқаймын да, андай жастар бүйтіп тез айтып тастап, рахаттанып отырады да бүйтіп. Мен күшті айттым деп. На самом деле сен күшті айтқан жоқсың негізі, Аружан. Негізі жастар бар ғой, үлкен жасы мейлі сенен 5 жас үлкен болсын, 3 жас үлкен болсын, сәл кішкене сөйлеген кезде де әдемі жеткізуге болады ол дүниені де. И бұл жерде мен қыз ретінде қолдап кеттім келеді. Мен де ажырасқанмын. Я, жаңа Аружан айтып қалып жатыр ғой, мен 3 айда тез тұрмысқа шығып кетіп дайым, неғып отырсыңдар бұл жерде деп қояды. А на самом деле бізде сен сияқты сенің жасында болса, мен де сөйтіп айтар едім. Я, мен де тұрмысқа шықпағанымда мен дәл сөйтіп айтар едім сен сияқты. Бірақ енді біз ажырасқаннан кейін әрине бізде ойланамыз, кішкене таразылаймыз. Сосын жаңа айтып қалып жатыр ғой, үйінің мәселесін, жаңа сервантты көріп қалды. Не үшін оған намыстанасыңдар деп ойлаймын да. Айдайхан, мысалы қазір жас қыздар бар ғой, мен келін түсіретін кезде інімде, тәте сіздің үйіңізде ванна бар ма деп сұрады. Мен оны ойбай, мынау жаман келін екен деп ойлап қалған жоқпын ғой. Дұрыс. Ол сұраған дұрыс, ойлаған дұрыс. Мә күшті екен, қайта келін жақсы екен, ертең келетін кезде үйді өзінің ойындағыдай, жаңағы жасап алатындай өзінің бір талпынысы бар екен деген сияқты ой қалыптасады да адамдарда. Ол дүниеден ұялмаңдар. Я, айттым десе айтты, бірақ басқа ракурстан әкеліп оны адамды дұрыс көрсетпеңдер деп жатырмын да. Ол өткен айтып жатқаны кімнің? Айшырақтың. Болашақта Данияр екеуміздің үлкен әдемі зәулім үй болғанын қалап тұрғанын айтып тұрған шығар енді болашақта. Бірақ бұл кісінің тағы да бір несі бар, минусы бар. Даниярына жаңа айтып қалып жатыр ғой. Қыз бен жігіт деген дүниені айтып қалды, Айшырақ айтып қалды, Данияр емес. Не үшін айтып қалды? Данияр негізі сөз салды ма? Тұрмысқа шығасың ба деген. Жоқ, салған жоқ. Міне енді тұрмысқа шығасың ба деген сөз салынбағандықтан негізі дұрыс сөйлеп отыр Айшырақ, иә? Біз қыз бен жігітпіз деп. Тұрмысқа шығасың ба деген ұсыныс салыну керек деп ойлаймын. Айтпақшы, сөз салмапсың ғой үйлігеге сен. Ұмытып кеттім десең. Ұмытып кеттім? Жоқ, қалжыңдап Жоқ, рас қой енді тұрмысқа шығасың ба деген ұсыныс жасалмағаннан кейін әрине біз қыз бен жігітпіз жүреміз. Негізі барлығы ретімен келе жатыр. Болып келе жатыр. Егер мен ойлаймын болашақта Данияр егер ұсыныс жасаса осы жерде, Айшырақтың аузынан сенімді түрде, мен саған шығам деген кезде мынандай әңгімелер қозғалмайды. Уақытқа қарамайды деп ойлайсың ба сол кезде? Ол кезде уақытқа қаралмайды, Жарайды. Өткен эфирде Айшырақ ұзатудың күнін кейінге шегерген, шегерсек деп ұсыныс айтқан болатын. Ал бұған қандай жауап, Данияр, сендерде? Қалай келістіңдер? Эфирден тыс шешімге келдіңдер ма, негізі сөйлестіңдер ма ол туралы? Кейінге қала ма ұзату? Әлде сол уақытта қала ма? Енді қойылған дата өзінің датасында қалады деп шештік. Өз датасында қалады. Яғни шегерілмейді. Ол әр нәрсе ертең сырға салу болсын, 25 деп келістік қой. Ол 25 сырға салу. Қарағандыға барады. Қарағандыға дайындалып жатыр. Бағана айтып отқанымыз үйде дайындалып жатыр. Айшырақтың мамасы жағы да, ол жақта да дайындалып жатыр. Мамалар екі жақтан да енді дайындық болып жатыр. Бір өтініш айта салайыншы, пожалуйста, ренжімеңіздерші. Мен бағанағы енді жаңағыда қайта сол үйдің несі болып кетті. Өтініш, сол мен үйімді екінші қозғамай қойыңдаршы, маған просто қатты тиіп жатыр ол нәрсе. Жарайды, сен ескертіп қой. Жоқ, просто ескертіп жатырмын. Ол нәрсені айтпай қойыңдар. Бірақ көңілдерге тимесін. Көңілге тиіп отқан жоқ. Басқа нәрсе айта берсін. Болды. Жарайды, болды. Құрметті көрермен, Айшырақ пен Даниярдың ешқандай мәселесі шешілді, ешқандай мәселе жоқ. Аллаға шүкір дейік, барлығы өз тойға дайындықты жалғастырамыз. Құтты болсын дегім келеді алдын ала, Ал, жастар, шығарып салсақ.
жақсы болсыншы барлығы. Все, да? Айшақ не айтамын дедің? Сақинасыз тұрмысқа шықпаймын деп. Ал керек болса. Айшырақ ұсынысты күтемін дейді Данияр. Бұйырса оның да аулы алыс емес. Менің ойымша Данияр үшін сөз емес сияқты шығарып салайық.